Кола Кинадағы адамдардың өліміне себептерінің бірі және қазіргі қазақтардың денсаулығына кері әсер ететін сусындардың бірі болып табылады. Кола неліктен қауіпті? Соған тоқталайық. Коланың құрамында біздерде фруктоза мен глюкоза бар, яғни біздерде 2,5 литр колада 52 шай қасықтай қант шығады. Ойлаңыз енді 52 қасық қаншалықты көп. Сонымен қатар одағы фруктоза деп аталатын сахары біздердегі грелин деп аталатын гормон бар, яғни ашу сезімін беретін гормонын мүлде төмен түсірмейді. Сондықтан сіз қанша кола ішсеңіз де тою сезімі бермейді. Адам өзінің шегін білмей көбірек іше беретін болады. Оның глюкозасын тек қана бауыр ғана өңдеп шығара алады, басқалары өңдей алмайды. Соның әсерінен біздердегі ең бірінші глюкоза бауырға түскен кезде бауырдың май